Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Біз алдыңғы сабақта ағылшын тілінде сөйлемдердің жасалу жолдарын көрдік. Яғни болымды сөйлем, болымсыз сөйлем және сұраулы сөйлем, үш түрлі сөйлем түрін көрген болатынбыз. Сол алдыңғы сабақ турасында пысықтау жасап өтейік ең әуелі. Are you a taxi driver? Бұл сұраулы сөйлем. Екенін білесіздер, себебі are көмекші етістігі сөйлемнің алдына шығарылған. Ендеше ол сұраулы сөйлем екендігін білдіреді. Are you a taxi driver? Taxi driver жүргізуші, you сен такси жүргізушісі сің бе деген сұраулы сөйлем. Ал оған жауап ретінде yes, I am a taxi driver. Yes, yeah. Мен такси жүргізушісімін. Бұл жерде I are болмайды. I-дан кейін көмекші етістіктің am болатындығын айтқан болатынбыз. Мен такси жүргізушісімін. Келесі бір сұрақ. Are you a police officer? Police officer. Алдыңғы сабақта айтылды. Полиция деген сөз. Полиция. Сен, я болмаса сіз, you сөзі ағылшын тілінде сен, сіз, сендер, сіздер деген мағынаны білдіреді. Сіз полициясыз ба дейді сұраулы сөйлем. Жауап ретінде no, I am not a police officer. Бұл жерде not сөзін көрген кезде бірден болымсыз сөйлем екенін білулеріңіз керек. No, жоқ, мен полиция емеспін. I am a mechanic. Ол полиция емес, керісінше мен механикпін дейді. I am a mechanic. Жақсы, біз алдыңғы сабақта сен, мен деген сөздерді көрдік, есімшелер, солай ма? Ал енді біз және де кәдімгі өмірде үшінші адамда болады. Ендеше үшінші адамды қазақ тілінде ол деп айтамыз. Ол. Ағылшын тілінде ол деп үшінші бір адамды айту үшін әйелдер және ерлерге қаратылатын ол болып екі түрге бөлінеді. Ең әуелі әйелдерге қаратылған ол сөзін көрейік. Ағылшын тілінде әйелдерге қаратылған ол she. Ол деген сөз. Ал a nurse. Медбике. Онда ол медбике сөйлемін қалай жасаймыз? She a nurse. Бола ма? Жоқ. Міндетті түрде айтқанбыз, ағылшын тілінде екі жай сөзді қосып бір сөйлем жасауға болмайды. Бір көмекші етістік керек. Алдыңғы сабақта естеріңізде болса, I мен сөзіне керекті көмекші етістік am болды. You сен сөзіне керекті көмекші етістік are болған. Ал she сөзіне де сондай бір көмекші етістік керек. Ол көмекші етістігіміз is. She is. Ол сосын бос орынға керекті мамандықты қоятын боласыз. Онда ол медбике дейтін болсақ, she is a nurse. Бұл жерде біз айтып отырған адамымыз әйел адам болғандықтан, ол деп айтқан кезде she сөзін қолдануымыз керек. She is a nurse. Енді сөйлем толық мағына білдіре алды. Ал енді ерлерге қаратылған ол сөзін көрейік. Ерлерге қаратылған ол сөзі ағылшын тілінде he. A pharmacist. Фармацевт. Алдыңғы сабақта көргенбіз, солай ма? Фармацевт. Бұл жерде ер адамды көргендіктен ол фармацевт деп айту үшін he a pharmacist. Солай ма? Мүлде қателеспеңіздер. Бұл жерде бізге және де көмекші етістік керек. Онда ол көмекші етістігіміз
is. Ол сөзіне мейлі қыз бала болсын, я ерлер болсын, я әйелдер болсын, керекті көмекші етістігіміз is болады. He is, she is. Бұл орынға керекті мамандықты қоясыз. Онда ол фармацевт. He is a pharmacist. He is a pharmacist. Ол фармацевт. Ер адамға қаратылған. A tailor. Біз бұл суретте тігіншіні көріп отырмыз. Тігінші алдыңғы сабақта айтылған. Tailor сөзі тігінші дегенді білдіреді. Ал ол тігінші деп қалай айтасыздар? Бұл жерде біздің көріп отырған адамымыз әйел адам. Ендеше әйел адамға қаратылған ол сөзі керек. She is a tailor. She is a tailor. Is көмекші етістігін ұмытпаңыздар. Ол тігінші. Ал өткен сабақта көрдік. Болымды сөйлемді айтқаннан кейін енді сұраулы сөйлемді қалай жасаймыз? Алдыңғы сабақта сен деп сұраулы сөйлем жасау үшін are көмекші етістігін алдына шығарғанбыз. Ал енді ол студент па, ол деген шыма, ол автобус жүргізушісі ме деген сияқты сұраулы сөйлем жасау үшін және де сол көмекші етістікті алдыға шығару керек. Ендеше is сөзін алдыға шығарсаңыз, бұл сұраулы сөйлем жасалады. Is she a tailor? Is she a tailor? Ол тігінші ме? Я, ол тігінші деп жауап беретін болсаңыз, yes, she is a tailor. Yes, she is a tailor. Болымды сөйлеммен жауап бересіз. Я, ол тігінші. Ал жоқ, ол тігінші емес дейтін болсаңыздар, алдыңғы сабақта айтылған емес сөзі керек. Ол ағылшын тілінде not көмекші етістіктен кейін қойылады. No, she is not a tailor. Жоқ, ол тігінші емес. Not көмекші етістігі, кешіріңіздер, not сөзі is көмекші етістігінен кейін келеді. A taxi driver. Бұл жерде біз ер адамды көріп тұрмыз. Ендеше ол такси шофері. Ағылшын тілінде he is a taxi driver. He is a taxi driver. Міндетті түрде ер адамға қаратылғандықтан біз he сөзін аламыз. Ал сосын міндетті түрде is көмекші етістігі келуі керек. Болмаса сөйлем мағына бере алмайды. Ал бұдан сұраулы сөйлемді қалай жасаймыз? Ұқсас көмекші етістікті алдыға шығаруымыз керек. Is he a taxi driver? Is he a taxi driver? Ол такси шофері ма? Я, ол такси шофері деп болымды сөйлеммен жауап бересіз. Yes, he is a taxi driver. Yes, he is a taxi driver. Жоқ, ол такси шофері емес десеңіз, not сөзін қосуыңыз керексіз. Ендеше no, he is not a taxi driver. He is not a taxi driver. Біз көмекші етістіктен үш түрін көрдік. Am, is, are деген үш түрлі көмекші етістікті көрдік. Бұл арқылы біз жаңа бір сөйлем жасауда көмектесетіндігін білдік. Бұл сөздер жоқ болса, ағылшын тілінде сөйлем толық мағына білдіре алмайды. Ал осы am, is, are үш түрлі көмекші етістікті қосып, ағылшын тілінде to be verb деп айтамыз. To be verb. Қазақшасы to be етістігі. Ал бұл үш түрлі to be етістігі am, is, are әрқайсысының өзіне тиісті есімшелері болады. Am көмекші етістігі қайсы сөзбен бірге келді? Естеріңізде болса айтып кеттік. I сөзімен бірге келу керек. Men сөзімен бірге келу керек. I am. Осы орынға керекті мамандық, яғни не істейтініңізді қоясыз. Мен. Сұраулы сөйлем болған кезде осы to be етістігін алдыға шығарасыз. Am I. Сұраулы сөйлем болады.
Ал is көмекші етістігі қайсы шешімшелермен бірге келетін болды? Ол she және he. Үшінші жақ all деген сөзбен бірге келеді. She is, he is, all қатысты маматты қоясыз. Ал сұраулы сөйлем болған кезде to be етістігі алдыға келетін болды. Is she, is he. Are көмекші етістігі you сөзімен бірге келеді. Сен сөзімен бірге келеді. You are бос орын. Сенсің. Ал сұраулы сөйлем жасау үшін ұқсас ереже to be етістігі алдыға шығу керек. Are you бос орын болады. Сенсің бе? Бұл жерде есте сақтайтын бір жайт. Am көмекші етістігі міндетті түрде I сөзімен бірге келеді. Am көмекші етістігін апарып, сіз she, am, he, am деп айта алмайсыз. Ал is көмекші етістігін, яғни is to be етістігін you, is you деп қоя алмайсыз. Бұларды бір-біріменен мүлде шатастырмау керек. Әрқайсысы өзіне тиісті есімшелермен бірге келетінін есте сақтаңыз. To be етістігі туралы айттық. To be етістігі біреудің мамандығы туралы айтылатын болды. Ал енді бір есте сақтайтын жайт, to be етістігі сын есімдермен бірге келеді. Сын есім. Ағылшын тілінде сын есімді adjectives қысқартып ADG деп айтамыз. Сын есім. Білесіздер, сын есім қазақ тілінде заттың сынын, сапасын білдіреді. Заттың емес, тек қана адамның әртүрлі менталитетін, адамның қандай адам екендігін білдіреді. Мысал көрейік. Жақсы сөзі. Сын есім. Бір нәрсенің қандай екенін білдіреді. Солай ма? Жақсы. Ағылшын тілінде good. Жалқау. Бұл да сын есім. Жалқау. Қандай деген сұраққа жауап береді. Ағылшын тілінде lazy. Жалқау. Күшті сөзін көрейік. Ағылшын тілінде strong. Әлсіз. Weak. Енді осы сын есімдердің қолдануын көрейік. Мысалы, мен жақсымын. Қалай айтасыз? I am good. Естеріңізге сала кетейік. I good деп айтсаңыз, сөйлем қате болады. Міндетті түрде жаңағы to be етістігі келуі керек. I am good. Толық бір сөйлем болды. Ал, сен жалқаусың. You are lazy. Сен жалқаусың. Бұл жерде you am lazy деп айтпайсыздар. To be етістігін шатастырмауымыз керек. Міндетті түрде қайсы есімшелермен бірге келетіндігін естеріңізге сақтаңыздар. Strong. Ол күшті. Көбінесе ерлердің күшті болатындығын білеміз. Онда ол күшті. Ер адамға қаратылып айтайық. He is strong. Ол күшті. Ол әлсіз. Әйел адамға қаратып айтсақ. She is weak. Сонда естеріңізде болсын, міндетті түрде бір адамның мен, сен, ол деп олардың мамандығын, я болмаса олардың қандай адам екендігін айту үшін міндетті түрде to be етістігі қосылуы керек.